Сәлеметсіздер ме балалар, математика сабағын бастайық. Бүгін өтетін тақырыбымыз шамалар арасындағы тәуелділік. Балалар алдымен өткенді қайталап алайық. Ағасы мен қарындасы әжесіне қонаққа келіпті. Әжесі тәтті печеньелер әзірлеп қойыпты. Менікі үлкен, жоқ менікі үлкен деп балалар таласып қалды. Кімнің печеньесі үлкен екенін балалар қайдан біледі? Мүмкін оларға печеньелерді беттестіру керек шығар. Дөңгелек тіктөртбұрыштың ауданына сыйып кетті, демек дөңгелектің ауданы кіші. Ал кей жағдайда фигуралар ауданын көзбен салыстыру қиынға соғады. Ондай жағдайда біз бірдей квадрат бірліктерге бөлеміз. Одан кейін санап шығамыз оны. Сонда белгілі болады. Ал фигуралардың ауданын табатын формула бұл ұзындығын өлшейміз, енін өлшейміз, және ұзындығымен енін көбейтеміз. S тең А көбейту В бұл ұзындық тіктөртбұрыштың ұзындығын табатын формула. Енді ауданның өлшем бірлігі сантиметр квадрат екенін естеріңізге салып өтейін. Кей жағдайда әріптермен белгіленетін болса, біз осылайша жазамыз және осылайша есептейміз. Түсінікті ме? Балалар, бүгінгі сабағымызға келейік. Бүгінгі сабағымыз немен байланысты екендігін білу үшін біз сандарды кему ретімен орналастырайық. Ең үлкен сан бізде 3500. 3500-дің астындағы әріп Д. Кәнеки 3500-ден кіші сан 670. Келесі 670-тен кіші сан К, яғни 100. 100-дің астындағы әріп К. 100-ден кіші 70. 70-дің астындағы әріп Е. Түке Н. Яғни бүгінгі сабағымыз біздің түкенмен байланысты болады. Кәнеки ендеше түкенге саяхат жасап келейік. Балалар, бір дәптер 15 теңге тұрады. Қаламсап 50 теңге, пенал 200 теңге, шашқыш 35 теңге, сызғыш 40 теңге, өшіргіш 30 теңге. Бұл заттардың бағасы. Енді, егер мен 2 дәптер сатып алатын болсам, 15-ті көбейтемін 2-ге. Сонда 30 болады. Осы жерден түсіндіріп өтейін. 2 деген бұл заттың саны, 30 деген заттың құны. Яғни, бүгінгі сабақта балалар шамалар арасындағы тәуелділікті үйренеміз, сонымен қатар бағасы, саны, құны ұғымдарымен танысамыз. 2 шамалдан тұратын есептерді шығаратын боламыз. Балалар, сонда бағасы дегеніміз не, саны дегеніміз не, құны дегеніміз не? Бағасы бір заттың немесе товардың қанша тұратыны. Саны бұл қанша зат сатып алғандығын көрсететін сан. Құны барлық затқа қанша ақша төлегендігін көрсететін сан екен. Яғни, мысалы дәптердің бағасы 20 теңге болса, бұл заттың бағасы. Егер мен 2 дана дәптер сатып алатын болсам, 2 дана деген бұл саны. 2 дана дәптерге мен қанша теңге төлейм? 40 теңге төлейм. Бұл заттың құны. Барлығы қанша теңге төлегенім заттың құны болады. Балалар, ауызша есептер шығарайық. Ерболға бағасы 90 теңге тұратын 2 нан алу керек. Оның құны қандай? 2 нан алу керек. Бір нанның бағасы 90 теңге болса, біз құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтеміз. Демек, 90-ды 2-ге көбейткенде 180 шықты. Келесі. Балалар, құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтеміз. Мына формулаларды жаттап аламыз. Бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. Санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз. Ал енді қиындау 2 шамалмен шығарылатын құрама есепке келейік. Ойыншықтар дүкеніне 5 шар және 6 ойыншық әкелінді. Айгүл шарға 50 теңге төледі. Егер ойыншық шардан 200 теңге қымбат болса, Айгүл ойыншыққа қанша теңге төледі?
Балалар 5 шар сатып алыпты, оған 50 теңге төлепті. Сонда бір шардың бағасы қанша? Соны табатын боламыз бірінші амалда. Және 6 ойыншық сатып алыпты. Бір ойыншықтың бағасы бір шардан 190 теңге қымбат. Соның барлығына ойыншыққа қанша теңге төлейді? Бірінші амалда шарды тауып аламыз, 50-ді 5-ге бөлеміз, яғни бір шардың бағасы 10 теңге. Енді бір ойыншықты табайық. Ол үшін 10-ға 190-ды қосамыз. Енді бір ойыншық 200 теңге тұрады екен. 6 ойыншық қанша тұратын білу үшін көбейту амалын пайдаланамыз. 1200 теңге шықты. Түсінікті ме, балалар? Балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. 60-шы бетті ашық қойыңыздар. Онда номері бірінші есепті ауызша орындайтын боламыз. Бағасы 9 теңге 3 дана зат сатып алса, ол қанша теңге төледі? 5 теңгелік, мысалы, сағызды 30 теңгеге алды. Қанша сағыз сатып алды? Оны қалай табамыз? Кәнеке қарайық. 9 теңгелік затты үшеуін сатып алса, 27 теңге. Манағы формулалар бойынша осылайша шығарып шығамыз екен. Балалар, сол 60-шы бетте формулаларды жаттап аламыз. Номер 2-ші есептің біріншісін жазбаша орындаймыз. Дүкен ойын ойнайық, балалар. Сендер, мысалы, дүкенге бардыңдар. Әрбір сатып алынған заттың құнын анықтайық. Кесте бойынша есеп құрастырыңдар дейді. Мысалы, 9 теңгеден 5 дәптер ол қанша тұрады? 45 теңге. 7 теңгеден 4 дәптер қап қанша тұрады? Көбейтеміз. 28. 8 теңгеден 2 ашық қат 16. 16 теңге. 8 теңгеден 3 ашық қат 24. 8 теңгеден 4 бет белгі 32. 10 теңгеден 5 өшіргіш, бұл 50 теңге екен. Ал енді дүкенге барғанда барлық зат сатып алмаймыз, ақшамыздың ретіне қарап сатып аламыз. Демек, мысалы, мен 9 теңгеден 5 дәптер, 7 теңгеден 4 дәптер қап, 8 теңгеден 2 ашық қат сатып алдым. Бұлардың барлығына мен қанша теңге төлеймін? Немесе мен дегеннің орнына баланың, қыздың атын қойсақ та болады. Түсінікті ме? Есеп құрастырыңдар осылайша, және оның шешуі мен жауабын тауып қойыңыздар. Балалар, номері 3-ші есептің бірінші және екіншісін, яғни мынаны және мынаны шығаратын боламыз. Кәнеке қараңыздар. Мысалы, Айдостың 100 теңгесі болды. Ол 8 теңгеден 3 жай қарындаш сатып алды. Ол дүкеншіге 100 теңге берсе, онда қанша теңге қалады? Ол үшін не істейміз? Алдымен болды 100 теңге, есептің моделін шартын құрамыз. Сатып алынды 8 теңгеден 3 қарындаш, қалды неше теңге? Оны табу жолын сендерге үлгі ретінде көрсетіп қойдым. Екіншісін мына жерге өз бетімізбен осылайша мына шартын құрып алып, сосын шешуі мен жауабын жазамыз. Түсінікті ме? Балалар, енді 500 теңгеге не сатып алар едің дейді. Номері 4-ші есепте 61-ші бет. Сендерде мысалы 500 теңге бар. Не сатып алар едің? Бірінші жағдайды қарастырайық. Торт, йогурт және шоколад дейді. Біз сатып аламыз ба, жоқ па? Торт 350 теңге, йогурт 140 теңге, 350-ге 140-ты қосқанда 490 және шоколад дейді. Шоколад 15 теңге екен. 490-ға 15 теңге қосқанда 505 болды. 505 теңгеге, яғни бізде 500 теңге болса, біз ол заттарды сатып ала алмаймыз екен. Жоқ. Осылайша барлық нұсқаны қарастырып шығыңыздар, немесе өз нұсқаларыңызды да ұсынуға болады.
Балалар, номері 6 есептің бірінші бағанын ғана орындайтын боламыз. Міне мына бөлігін. Жақшалы өрнекті қалай орындайтын едік? Үлгіге қарайық. 25 жақшаның ішінде 25 мыңнан 5 мыңды азайтуымыз керек. Айырма 20 мыңға тең. 20 мың мен 12 мыңның қосындысы 32 мың. Осылай шығарасыңыздар. Егер кімде-кім екінші бағанында орындаймын деп жатса, әрине мархабат. Балалар, бүгінгі сабақты өзімізді бағалаумен аяқтайық. Яғни, дүкен ойынында заттың құнын таба білдім десеңіз, номер 2-ні өз бетіңізбен орындасаңыз, егер өзіңізге ауызша 2 ұпайдан қойып отырыңыз. Яғни, қосу белгісі. Кестеге байланысты есептер құрастырсаңыз, номер 3-ті өз бетіңізбен орындасаңыз, 2 ұпай. Барлық тапсырманы өз бетіңізбен орындасаңыз, ешкімнің көмегінсіз, тағы да 2 ұпай қоямыз. Осылайша біз 10 ұпайды жинап шығамыз. Ең максималды балл бұл 10 балл. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағымыздың соңында кері байланысты маған жібере қойыңыздар.